Ассалаумағалейкум, әке, қалайсыз? Амансыз ба? Кешеден бері миыңызды ашып жібердім ау деймін. Болады енді. Көнімен сұрақ, жедет, фурче деді батыр ғой енді. Алла разы болсын. Елдің қамы, өзіміздің қамымыз. Алла разы болсын. Сіз біздес бір-бірімізбен сұхбаттасып, бір-бірімізбен былай практиканы алмаспасақ, несімен ол бизнес? Өте дұрыс айтасыз. Әр қазағым бай болсын деп, әр қазағым бір-біріне көмектесін, мақыл материально болмаса да морально, психологически жаңа біліммен көмектескенге не жетсін? Өте дұрыс. Материалныдан қарағанда біліммен көмектесу қонды ғой, білесіз ғой? Өйткені материалны дүние таусылып қалуы мүмкін, ал білім өмір бойымен сіздің бойыңызда қалады. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Енді Маке, сіз енді өзіңіздің көрермендеріңіз мүмкін сізде бәлкім білетін де шығар. Көбісі білмейтін де шығар. Енді жалпылама бизнесмен ретінде сізге мынандай сұрақтарым бар да, көкеде жүрген өзіне. Енді өткенде де айттым ғой, бірінші инстаграмда сізді көрген кезде бұл кім деген сұрақ қой туындады. Жаңа қауыр тимесін деп бағында кешірім сұраймын, бірінші ой келген бір инфо-цыган пайда болды ма деген ой в любом случае келеді енді, ол болатын нәрсе. Содан кейін бар бір екінші мәрте көрген кезде мына жігіт қызық нәрселерді айтып жатыр екен ғой деген нәрсе келді. 5-6 видеодан кейін мынау кісімен мен кездесіп сұхбаттасуым керек қой, мынадан алатын нәрсе көп екен ғой деген де ой келді. Енді мына нәсіп етіп, Құдай қаласа деп сізбен бірге уже үшінші кездесуіміз, кешегін есептейтін болсақ, үшінші кездесуіміз. Енді халыққа қызық деп өзімде қызық сұрақтарымды қойып тастаймын, әке? Бастайық. Халықты жамылып алып деген деді. Көрейік сізді қалыпсыз. Мен де. Енді мәке бірінші очерт, Мади Есқара, ол кім? Инвестор, бизнесмен, бір саланың маманы, немесе блогер. Қалай таныстырар едіңіз өзіңізді? Болды. Мади Есқара ең бірінші кезекте өзінің бойынан өткізген кәсіпкер, бизнесмен. Тәжірибесімен бөлісіп отырған. Тек қана фермер емес, жаңағы ауыл шаруашылық саласына инвестиция қойып, мал, үлкен ферма салып, техникалар алып, тәуекел жасаған бизнесмен. Ошы процестің өзінде өзіңіз болған қызық сізге, процесте, бизнес процесте болған. Бизнес процесте. Енді сіздің парақшаңызға қарасам, сізде былай салаларыңыз бар екен. Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, онша сатумен де айналысады екенсіз. Әңгімеңіздің арасында бір естіп қалғаным, мынау медициналық құрал жабдықтарды да сатады екенсіздер. Сол бойынша былай қысқа нұсқаға бір таныстырып жіберсеңіз. Жақсы. Негізгі біздің кәсіп медицина саласы, медициналық құрал жабдықтарды еліміздің медициналық мекемелерін қамтамасыз ету. Оның ішінде клиника диагностикалық лаборатория, КДЛ деп қысқартқанда, соларды жаңағы құрал жабдықтармен соңғы жеттік. Бұл Американың, Европа мемлекеттерін және Қытайдың үлгілі компанияларымен, Корея, Жапония мемлекеттеріменен біз тікелей дистрибуциямыз бар. Соны Қазақстанға қамтамасыз етеміз. Қазақстанды қамтамасыз етеміз солар. Импортпен айналысасыз ғой сонда? Импорт. Енді сіз осы тірлік істеп жатқаннан кейін обязательно бизнес дегеннен кейін бірінші ойға келетін ол ақша. Ақша. Осы сіздің медицина салаңызда қанша жыл болды істеп жатқаныңызға? 2011 жылдан бері бизнесмен ретінде жұмыс жасадым медицина саласында. Алайда 2009-2013 жылы мен сол медицина мекемесінде жұмыс жасадым. Экономист болып. Ішінде болдым десеңші? Ішінде болдым, больницада. Медицина саласында медицинаға қатысты аппараттарды алып келесіз ғой, импорттап? Құрал жабдықтарды. Сол сіздің жылдық айналымыз қандай? Оборотыңыз былай айтқанда? Жылдық оборот орта есеппен 2 миллиард теңгені құрайтын шығар. Орта есеппен 2 миллиард болатын болса, онда где-то бір ары бері бір 180-200 миллион айына болып тұр ғой.
Бәлки. Бәрекелді. Әр қазағың бай болсын. Аумин. Пайдалы іспен айналысып, бай қуатты болған не жетсін. Енді бұны сіз бәге айып етпеңіз, неге сұрап жатыр деп. Просто енді мен де бизнес саласына жүргеннен кейін сұрақ туындайды да. Енді әжептәуір оборотыңыз бар, енді әжептәуір пайдаңыз да болу керек, өзіңізге, отбасыңызға жетеді. Агросалаға кіріп отырсыз. Агросалаға мен енді сіздің парақшаңызға қарағанда особо былай 20 жылдық, 15 жылдық бір практикаңыз бар деп ойламаймын. Оған да бір жақында кірдіңіз ғой. Дұрыс, дұрыс. Сол себептен енді сұрақта агросалада не себептен жүрсіз? Малда жүрсіз, егіншілікте жүрсіз? Енді мен бұл қазір сұрақты жауап берсем, кейбіреулер ренжиді. Бірақ бұл ашық алаң, сұхбат. Біреудің көңіліне келемін, біреуді деп, мен біреуді ренжітейін деген мақсатта емес. Тарих айтып жатырмыз біз. Бастан өткен? Бастан өткен тәжірибемен алмасу болып жатыр. Осы себепті айтайын, мен бұл жерге мен бір-екі мақсатым болды да. Бірінші мақсат, халықпен тікелей жұмыс жасайтын кәсіп қандай? Ол адал болу керек. Тендерден шаршаған адам. Тікелей. Және импорттауды қашанғы біреуді байтам. Қашанғы біреуге мен ақша төлеймін сырт мемлекетке. Неге мен осыны өзімізден өндірмеймін? Деген сұрақ, бірінші сұрақ осы туындап жүрген көкейді мазалап. Сөйтіп жүрген кезде мынау қазір Алатау банк болып кетті жақында. Осыдан жарты жыл бұрын Жусан банк еді. Осыдан 2017 жылы ма или 18 жылы ма ол Цесна банк еді. Сөйтіп мен сол Цесна банкте шотым бар еді. Мынау енді импортпен жұмыс жасағандықтан поставщик дейміз ғой. Соларға ақша төлеу келісім шарттар болады. Мынау Жусан банк, Цесна банк, Жусан банк болып ребрендинг жасаған кезде бұларда бір техникалық ақау болды ма, білмеймін. Бір 2-3 аптадай кәдімгідей стресс беріп қойды бүкіл кәсіпкерлерге. Ақшасын уақытылы жібермей. Жоқ, ақшаны уақытылы жібермеген мына жаққа тұрсын. Ақшаны қолдана алмайсың, тек қана салық төлеуге мүмкіншілігің бар, және жалақы төлеуге мүмкіншілігің бар. Болды, басқаның бәрін X қойды. Сосын мен ой келді маған. Бұл қандай сонда мен өз ақшамды қолдана алмайтын болсам, бұл не масқара? Банкке альтернатива не бар деп ойландым ғой. Сөйтсем, банкке альтернатива мал шаруашылығы екен ғой, ауыл шаруашылығы. Мал шаруашылығы, мынау мен бақша шаруашылығы бұл альтернатива екен ғой. Өйткені қараңыз, мал, мен өзім жалпы депозит, кредит деген нәрсені діни сенім бойынша ұнатпаймын. Түсінем. Діни сенім бойынша, өйткені өрде өсім бар. Осы себепті де осының баламасы, альтернативасы бар ма? Сөйтсем, ауыл шаруашылығында бар екен де ол. Мысалы үшін мен машина алатын болсам, ол керісінше амортизация болып, износ болып, ол удешевление болады. Арзандайды. Ал мал алатын болсам, ол төлдейді, күнделікті ет қосады. Күніге өседі ғой мал. Мысалы үшін біз сементал сиырларымыз, бұқаларымыз күнделікті 1,5 килоға өседі. Бір күнде 1,5 кило береді да, өседі. Бұндай депозит ешқандай банк бере алмайды ау. Бұндай депозит бере алмайды да. Оның үстіне ол төлдейді. Ол үстіне сүт береді. Оны адал депозит қой. Демек, маған алдында көкейт өсті мәселем бар еді. Қалай мен сыртқа ақша шығармай, тендерден қалай кетіп, қалай мен тікелей халықпен жұмыс жасайтын адал өнім бере алам. Бір пайдалы өнім. Ізденіп жүрдім, анау маған сылтау болды да. Сылтау, түрткі болды. Дереу мен әр түрлі жақтан десеңші. Соны оған шейін мен бүйтіп бір мойын жармай, жай ойлап қана қойып жүрсем, мына
ситуациядан кейін мен бірден әрекетті бастап кеттім ғой. Бәрекелді. Молодец қара. Ақшаны қалай депозит сияқты ұстап отыруын ойлап отырып, біріншіден, екіншіден халықпен тікелей қалай жұмыс жасасам деген оймен, үшіншіден қашанғы мен біреуді байыта берем, шет мемлекетті импорт жасап, экспорт қашан жасаймын деген үшінші оймен осы агробизнеске келдіңіз. Өте дұрыс. Бәрекелді. Сізде енді нағыз тәуекелдің ордасына кепсіз да? Дұрыс па? Дұрыс. Бәрекелді. Дұрыс. Ауыл шаруашылығы, сіз дұрыс айттыңыз, тәуекел. Мен былай ойладым. Банк, мысалы, мен счетымды қолдануға мүмкіншілік бермей қойды. Счетым бұғатталған жоқ, бірақ қолдана алмаймын да. Сосын мен адамға ренжи алып тұрмын ғой. Банкке ренжіп тұрмын ғой. Банкты басқарып отырғанда адамдар ғой. Мен банкке ызам қайнады. Сөйтесінде, ал енді мен мал шаруашылығына кірсем, малға ауру келсе, ауруды кім береді? Бір Алла береді. А мен Аллаға ренжи алам ба? Көрдіңіз ба? Мен ренжімейтінді де жол іздедім да. Аллаға ренжи алмаймын. Ал енді бақша өсіріп жатырмын. Бірден су құрып кетті. Ауа райы менің қолымда ма? Менің қолымда емес. Көрдіңіз ба? Мен ана жерде қолымда тұрған нәрсені қолданамаған мені қынжылтты ғой. Қолымда тұрды мұны, ақшам көріп тұрмын. Бірақ мен оны қолданамаймын. Ал ауа райын бермесе Алла тағала, бірден су құрып кетсе гүлдеп тұрған кезде, мен кімге ренжимін? Өзіме де ренжи алмаймын. Аллаға да ренжи алмаймын. Демек, бұл сала сіздің байқағаныңыз нағыз тәуекелдің саласы да бұл. Ауыл шаруашылығы. Әрекет менен, берекет Алладан дейсіз ғой. Мен әрекет жасаймын. Берекетін Алла берсе, Аллаға шүкір. Ал егер ол жерден нәтиже болмаса, онда да Аллаға шүкір. Бір температура ғой. Өйткені оны Алла солай қалады. Ал Алла маған ненің жақсы, ненің жаман екен білуші да. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Шынайыңызға рахмет. Ал енді мәке тағы сұрақ осы жерде. Енді агробизнесте өзіңіз жүрсіз ғой, непосредственно ішінде, бизнесмен ретінде, процестің өзінде. Қалай ойлайсыз? Осы агробизнес табыс па, жоқ әлде тәуекел ма? Орынды сұрақ. Агробизнес табыс та және тәуекел де. Тәуекел ол есепсіз кіргендер үшін. Табыс ол есеппен және сабырменен күте білетіндер үшін. Яғни мен бүгін кіріп, бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде ақшаға байып қалам дегендер үшін ол керек емес дейсіз ғой? Жоқ, онда сен алып сатумен айналысың. Өзің істеп жатқан тірлігіңмен істе, или алып сатумен ізі. Өйткені бұл сала ұзақ мерзімді. Ұзақ мерзімді. Ол төлдегенше 1 жылдар кетеді. Сол да. Ет жинағанша тағы да сондай уақыттар кетеді. Сен сабырмен күте білген адам үшін бұл табыс. Дұрыс айтасыз, маға. Енді қараңызшы. Өзіңіздің жеке таныстарыңыз осы агробизнес арқылы байыған адамдар бар ма? Бар. Енді ол атын айтып, түрін сипаттамақ қойайын. Бәрі интернет ресурстарда бар. Осы салада 10 мыңдап, 20 мыңдап ірі қара малды ұстап отқан адамдар бар, үлкен 1000 гектарлап бақша ұстап отырған адамдар бар. Және де мынау 700-800 мың гектарлап тұп бидай алқаптарында жұмыс жасап отқандар бар. Бар, оның бәрі интернет ресурста тұр. Демек, оның негізгі табыс көбісі ауыл шаруашылығы. Енді бұл сұрақты қойып атқан, мысалы, мен енді 4 жыл болды осы салада жүргеніме ше. Әлі бұлай ойбай асып-тасып, ақша беріп, бір плюсқа шықтым деген жоқ та өзіммен. Басқа бизнестен осы салаға әлі күнге шейін құйып келіп жатырмын. Міне 4-ші жыл енді беті былай қарай бастады. Өйтіп өзім жүргеннен кейін басында. Бұл ауыл шаруашылығының кез келген саласы алғашқы 5 жыл
сіз нөлге шықсаңыз әдемісіз ғой. Қуана бер десеңші. Нөлге, точка безбуточностьқа шықсаңыз әдемісіз. Ары қарта пайда басталады. Уже етіңде, бетіңде бәрі үйренеді десеңші. Сондай да. Малдың саны да көбейіп қалады. Былай қарағанда малдың саны көбейді, бірақ сол жүрісіңіз сол жүріс. Өйткені сіз 5 жылда үлкен тәжірибе жинақтап қойғансыз. Сіз тәжірибелі мамансыз. Енді сізде мынау малдың басын құрау сізге оңай. Енді осы жерде ана не кетеді? Қазақтың әңгімесі кетеді. Мал менен мал болу керексің деген қалай түсінесіз? Мал менен мал болу керек дегенде бұл негізі жаман сөз емес. Мал болу деген сөзді тікелей қабылдау керек емес. Оның малдың күйін түсіне білуің керек деген сөз ғой. Ол жерде 24-те жеті ғой. Сіз мысал үшін қалада тұрасыз. Сізде жақсы квартираңыз бар. Сіз қалаған уақытында сатып аласыз тамақты. Қалаған уақытында киноға барасыз. Қалаған уақытында қыдырасыз. Малда ол бар ма? Жоқ қой. Демек сіз малдың күйін түсініп, соның 24-те жеті қандай азық жейтін, қанша су ішетін, оны өсіру барысында қандай қателіктер жібермеу керек екенін малдың күйін түсіну деп түсінемін да мен бұны. Малдай дегенде малмен мал болу керек дегенде мал не ойланады? Ол тек қана, ода ой жоқ қой. Ода Алланың берген инстинктивті амалдары ғана бар да. Ол жейді, ішеді және расход қылады болды. Яғни малдың не ойлағанын білу керексің. Оның айтпай үнсіз тұрған сөзін түсіну керексің ғой. Сондай болып тұр ғой. Түріне қарадыңыз. Мен қазір ару отырмын. Мен қазір қарным ашты. Айтамайды ғой. Оның күйін сіз түсіну керексіз ғой. Қарадыңыз. Так, мұнан жүрісі жота ұнамайды. Мынау неге бүкірейіп қалды? Мынау неге ақсап тұр? Мынау неге мына дауысы мөңіреп тұр мына? Мысал үшін. Осыны түсінген кезде сіз плюстасыз ғой. Плюста боласыз, осыны түсінген уақытта. Оны түсінбейміз да біз кетеміз. Көбінше. Мен ата-бабам менде мал баққан ғой. Барамда мен мал әкеле салам дейді. Сен оны азығын дайындаған жоқсың. Сенде жер жоқ. Мен талаймен кездесіп жатырмын сондай. Мен келейін да мен ана жерге әкеп ақша бар менде дейді. Барып мал әкеле салайын да. Тоқта. Кешір, сен мал әкеле сала алмайсың. Сен бірінші жерінді жыртып ал. Сөйтті сол жер тыңайғаннан кейін сол жерге егісінді егіп ал. Сөйтті сол егісінді дайындап бірінші жинап ал. Мал қораны салып ал. Содан кейін бәрі дайын болғанда мал әкеле салу оңай. Сен өйткені сен рестораннан сатып ала саласың тамақты. Малға рестораннан тамақ сатып алып бере алмайсың. Оған ешкім сізге өзін жинап қойған азығын сізге сатпайды. Мал өзінікі аш қалады. Ал сонда сіз қаншама әкелген малды арам өлтіресіз бе не? Дұрыс. Көрдіңіз бе? Бұл жерде мен жаңа айттым ғой. Мал табыста болуы мүмкін, тәуекелде болуы мүмкін. Табыс, ол есебі бар адамға табыс. Міне есеп деген осы да. Дұрыс. Соқыр тәуекел жасайды да анау. Бар малды әкеле салу. Арам өледі да сөйтіп, ауыл шаруашылығы ең жаман сала дейді да. Жоқ, ол емес қой. Ол сенің ауыл шаруашылығына деген подходың жаман да. Көз қарасын жаман. Толығымен келісем. Ал енді құрметті көрермендер, мынау жеке личкаға шығып, агробизнесқа кірсем қалай болады деп сұрап атқан адамдарға айтарым. Малмен мал болуға дайынсың ба? Әне. Мәкең бәрін айтып берді. Малмен мал болудың қандай екен? Рахмет. Ал, Мәке, осы жаңадан осы салаға кіріп атқан адамдардың көбінесе келтіретін қателіктері сіздің ойыңызша? Көбінесе қателіктері қысқа мерзімде байып кетуді мақсат тұтады. Бұл ол сала емес. Олай кірсеңіз ауыл шаруашылығына кірмеңіз.
бірден масштабқа шыққысы келеді. Жоқ, сен бірінші азғантаймен тәжірибе жасап, жаңағы малмен мал болып деген сияқты соның бойынан өткізіп көр. Ол сенің табиғатына келе ме, келмей ме жалпы? Анау істеді, мынау істеді деп қызығушылық емес. Әр адамның жаңағы темпераменті бар, табиғаты бар. Сол темпераментке байланысты да қандай мал шаруашылығымен айналысасың? Жылқы ма? Қой ма? Бәлки сиыр ма? Бәлки түйе шығар? Бәлки тауық шығар? Определись десеңші бірінші. Бірінші қателік осы. Бірден салам, келем, масштабқа кірем. Жоқ, болмайды олай. Мені ең үлкен қателік осы, масштабқа кіру деп ойлайды. Бұл келмейді. Мәкеңнің айтқанын қорытындылағанда менің өз ойымда. Біреудің қорасына барыңыз, жаңағы малағын иіскеп көріңіз, тұяғын ұстап көріңіз. Бұл тірлік менікі ма, менікі емес па дегеннен кейін бар ойлаңыз. Кірем бұл салаға жоқ кірмеймін деп, Рахмет Мәке. Сосын тағы бір қателіктері, мен ауылда тұрғам, ауылда өскен мен. Мен ауылда 10 сиырым болған мен дейді. Сен ауылда 10 сиырменен профессионалды түрде айналысып отқан, бизнес ретінде қаралған сиырды сен салыстырама да. Менен 10 сиырым болған, мен қазір 100 сиыр әкеле салам дейді. Жоқ. Мені проблема. Сен осы жерде сен тәжірибелі адамменен ақылын тыңда бірінші. Осы саланы әбден зертте. Сен жаңағы шетелге шық керек болса, зерттеуге, осыдан ақшаңды аянба. Өйткені сен қазір миллиард салып жібергенше, бір 5-6 миллион теңгеменен маркетинговый зерттеу жүргізіп тұрса да одан да. Осын зерттеуді жасамай, бұл салаға кірме. Бұл да бір жіберетін қателіктердің бірі. Түсіндіңіздер ма? Бұл салаға кірмей жатып, бірінші білімге инвестиция жаса. Анализ жасауға қаражат құй. Одан кейін барып, менікі ма, менікі емес па деген сұраққа жауап беріп, содан кейін барып қадам бас десеңші. Мәке енді мынау мемлекет тарапынан беріліп атқан қолдаулар, Құдайға шүкір қазір қатты қолға батыр ғой, именно агро саласын. Арзан кредит, үлкен субсидия депші. Қалай ойлайсыз, солардың нәтижесі бар ма қазіргі күнде? Жалпы бар. Бірақ енді мен енді өз басым кредит алып көрмеген адаммын. Оны жаңа мен айтқан болатынмын, кредит жалпы маған жақпайды, мен ұнатпаймын. Ал енді субсидия деген бұл не бұл? Бұл бизнеске көмек па, жоқ халыққа көмек па? Менің ойымша бұл халыққа көмек. Мысал үшін еттің бағасын арзандатқысы келеді мемлекет. Демек сен осы салада жүрген жаңағы шаруаларға жаңағы алғашқы сатып алып жатқан сиырларды субсидиялап жатыр. Бұл малдың өзіндік құнын арзандатады. Өзіндік құны арзандаған затты шаруа қымбат сатудан ұялады енді. Дұрыс па? Дұрыс. Демек, бұның пайдасы кімге екен бірінші? Халыққа ғой. Конечно, потребительге. Ет тиімді бағадан тұрады да. Сүтті субсидиялайды. Ол субсидия сенің бір кішігірім жыртығынды жамау мүмкін. Жалақынды жұмыс жасатқан. Демек, бір шығынның есесін жапқан кезде өзіндік құн төмендейді ғой. Өзіндік құн төмендегеннен кейін сен оны қымбат сатудан қайтадан ұяласың. Қымбат сатамайсың, өйткені конкуренция бар, сен ғана емессің нарықта. Демек, халыққа бірінші кезекте тиімді. Дәл осының альтернативасы, дәл осының қарама қарсы тұсы НДС. НДС тұтынушының салығы ғой. Қосымша құн салығы. Оның өскені тұтынушыға әсер етеді. Бұл тұтынушыға әсер етеді. Мынау соны баланс жасауға арналғанда. Нақты мынау тұтынушыға бағаны қымбаттауына әсер етіп жатса,
мына жақтан субсидиялатып мынаны тепе-теңдікті жасап жатыр да. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Яғни Мади Есқара мемлекет тарапынан беріліп жатқан субсидия болсын, арзан несие болсын, оны қолданған жөн деп отыр. Өйткені өзіндік құнын түсіріп, конечный потребитель тұтынушыға берілетін тауардың арзан болуына тікелей влиять ететін нәрсе. Осы субсидия, арзан несие. Ал қосымша құн салығы, наоборот, тұтынушыға баратын заттың бағасын көтеретін нәрсе екен. Енді ары қарай ойлай беріңіздер, өздеріңіз пайымдай беріңіз, қалай болған, не болған. Ары қарай айтсақ енді. Мәке, енді қазіргі жағдайда мынау барлығының көкейінде тұрған мынау экспорт мәселесі болып тұр ғой енді. Экспортты мынау қара малға жапты. Ұсақ малға енді бар енді, оған гәп жоқ. Экспортты жапты, бірақ үлкен мынау хозяйстволарға 5000 бастан жоғарыларға экспорт ашық. Енді оларды қолдау да керек шығар. Мүмкін енді ол мемлекеттің саясаты. Енді бәрін көкейінде жүрген, осы шаруашылықта жүрген, және де қарапайым халықта экспорт деген мәселе болып отыр ғой. Экспорт жабылды дейді, экспорт ашылды дейді, квота дейді. Ой, негізі өмір естімеген сөздерді естіп әжептәуір үйреніп қалатын болдық қой. Енді осы жерде туындайтын сұрақ. Бірінші, қара мал экспорты не үшін жабылды? Екінші мәселе, қашан ол ашылады? Үшінші мәселе, осы экспорт жабық кезде шаруалар не істеу керек сіздің ойыңызша? Түсінікті. Бірінші сұрақ, экспорт не үшін жабылды дедіңіз бе? Экспорт жабылуы бұл саяси мәселе емес. Бұл нарықтық мәселе. Ішкі нарықта мынау етке деген сұраныстың өсуі бағаны жоғарылатты, экспортқа кетіп жатты деп өздерінің ойынша. Бірақ мен онымен толыққанды қосылмаймын. Мен пікірімде ол мүмкін әсері бар шығар, алайда толыққанды деп айта алмаймын. Яғни сіздің айтуыңызша экспортқа кеткеннен кейін ет қымбаттады деп отқан жоқсыз ғой? Жоқ, мен олай ойламаймын. Ал мемлекеттің ойынша ішкі нарықты тұрақтандырамыз деп экспортты жапты. Яғни бағасын азайтамыз деп, қымбат бағаны түсіру үшін. Қымбат еттің бағасын қымбаттауын біз төмендетеміз деп экспортты жапты. Бұл мемлекеттің позициясы. Мен бұған толыққанды қосылмаймын. Бірақ іліп алар жері бар, қосылатын. Бірақ 100% емес. Толыққанды қосылмаймыз, Яғни бұл жерден бір саясат көрудің қажет жоқ. Дәл осы жерде саяси проблема емес бұл. Бұл нарықтық проблема. Нарықтағы тұтынушыға ұсыныстың азаюы деп қарастырып отыр олар. Ұсыныс аз кезде баға өседі. Бұл қарапайым экономика. Енді экспортты шектеу арқылы ішкі нарыққа ұсыныс көбейеді ғой. Дұрыс па? Демек, осылайша біз бағаны тұрақтандырамыз дейді. Бұл бір. Енді мен осы жерде айтып кететін, мәке, олар тұрақтандырады. Оған ешқандай гәбім жоқ. Ол тұрақтандырады. Бірақ мен ойымша да невыгодный бизнес болып тұр ғой бұл. Өйткені сенің экспортқа шығара алмайсың, еттерің бәрі, мысалы, бордақыда тұрған бұқалардың бәрі дайын болып қалды, амал жоқ, оларды сату керек. Өз бағасына болса да, өзінен арзан бағасына болса да, минусқа болса да, әйтеуір сату керек деген оймен бизнес бұқадан құтылады, ішкі нарыққа арзан беріп шығар. Бірақ екінші оборотқа уже бұқа алмай қояды. Бұл выход емес. Бұл тығырықтан шығар жол емес. Негізі сіз жаңа маған екінші сұрағыңыз қандай еді? Экспорт қашан ашылады? Қашан ашылады? Мен қазір одан кейін осындай жабық кезде не істеуіміз керек деген сұрақ. Экспорт не істеуіміз керек? Жабық кезде не істейміз? Экспорт осы жаңа айтылған елдегі жаңағы еттің бағасы тұрақталғанда ашатын шығар. Менің ойымша.
тұрақталғанда. А ол тұрақталғанда деген бұл расширение понятия ол гипотетический түсінік та. Бұл қашан тұрақталады, оған мынау күнде ешкім айта алмайды. Қай уақытта тұрақталды? 3200 болғанда тұрақталды деп есептейміз ба? Жоқ, 3500 болғанда тұрақталды деп есептейміз, оны айта алмаймыз. Шектеу жоқ та бұл жерде. Демек, бұл сұрақ ашық сұрақ болды. Ашық сұрақ. Бұған бір толыққанды ешкім жауап бере алмайды ау. Өйткені бұл жауабы жоқ сұрақ та бұл. Әрбір халыққа қойылатын сұрақ қой. Тұрақты деген нәрсе, ет тұрақталды деген қалай ойлайсыздар? 3200 болу керек па еттің бағасы, 3500 болу керек па? Әлде 5000 болу керек. Әлде 5000 болу керек па? Мүмкін біреу жазар, 2,5-нан аспасын деп айтуы мүмкін. Ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса да қойыңыздар. Біз де біле жүрейік, үйренейік сіздерден. Ойларыңызды айтыңыз, бөлісейік. Дұрыс айтыңыз. Енді экспорт жабық кезде шаруалар не істеу керек деген сұрақ қойдыңыз. Өте керемет сұрақ. Мен ойлаймын, әр нәрсе жаманның да жақсы істеді негізі. Бұл қабылданған шешімдер экспорт жабылған кезде біз осыны ішкі өндірісті жасауымыз керек. Енді басқа бизнесмендер мына жерде ет толып тұрған көріп тұр ма? Шаруалардан етті алып қайта өңдеумен айналысу керек. Қайта өңделген мысал үшін сол колбасаң бар, неше түрлі жаңағы стейковый еттерің бар. Бұған шектеу жоқ қой. Бұған шектеу жоқ қой. Пельменің бар, соны қайта өңдеді, мантың бар, басқа бар. Білмеймін ғой. Бұл жерде енді қиял көп қой. Ары қарай өңдеп, готовый продукция қыл десеңізші. Иә, дайын тұтына беретін өнім жасада, сөйтті экспорттай берді. Ал енді сен выход бар да бәрібір. Көрдіңіз ба? Бұны сен енді шектей алмайсың да. Өйткені бұл ауыл шаруашылығы емес, енді бұл промышленность да бұл. Мынау категориядан басқа категорияға өтіп кетті да бұл. Цепочканы үлкейту керек дейсіз ғой. Иә, енді мынау осындай көріп тұрсың ба? Енді біз шаруаларға бірігу керек. Немесе басқа мүлдем ауыл шаруашылығында емес, именно осы жаңағы тағам өндіріс жағында жүрген адамдар енді мынау арзан ет тұр ғой мына жерде. Осыны алда өндірді, Қытайың тұр, Ресейің тұр, жібер экспортқа. Бұған шектеу қоя алмайсың да енді. Оны шектеу қойса, онда мен ол бұл мемлекет онда мүлдем қауқарсыз мемлекет. Тек қана кнутпен жүретін десеңізші. Ол дұрыс емес. Құрметті бизнесмен мырзалар, бірігетін уақыт келді. Төлді тудырғаннан бастап, оны бордаққа қойып, бордақыдан убойный цехқа апарып, убойный цехтан өндіру, готовый продукцияға жүретіндей цепочка қылатындай бизнесмен уақыт келді. Бизнесмен жігіттер бірігетін уақыт келді ау деймін. Сіз айтпақшы, біз біргеміз деген келіп жатыр. Бір-бірімізге көмектеспесек, никак болмайын деп тұр. Өндіруші айтады, ет жоқ дейді. Еті бар адам айтады, соятын малым жоқ дейді. Мал өсіретін адам туған төл жоқ дейді. Тудыратын адам пайдасы жоқ дейді. Сол? Солай. Енді Маке жаңағы сіздің айтып жатқан экспорт бойынша өзіңіз ойыңыз дұрыс, мен келісем негізі. Енді мынау ауыл шаруашылығы министрінде бір айтқан сөздері бар ғой, кішкене цитировать етіп жүрейінші, өз ойыңызды айтыңызшы. Жақсы. Мысалы бүйтеді. Квоталарды енгізудің мақсаты мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді, дамытуды ынталандыру. Жаңа сіз айтып жатқан. Және ет тапшылығын алдын алу болып табылады. Жаңа қойған запреттің барлығы. Және осы жерде қосып кететін нәрсе. Оның айтуынша, квоталарды енгізу мал өсірумен және бордақылаумен айналыспайтын, тек жануарларды қайта сататын делдалдарды жоюға бағытталған. Посредник қой енді ортадағы. Олардың қызметі сиыр етінің бағасын негізсіз көтеруге әкеледі және саланың дамуына ықпал етпейді деп айтады да.
квотаны экспортқа шығаруды 5000 бастан жоғары бордақылау алаңдарына береді. Сонда 5000 басы ұстайтын адам ол экспортер бола алады. 4999 бас мал ұстайтын бордақы алаңы сонда делдал ма, қалай ойлайсыз? Енді мынау логика бойынша солай болып тұр ғой. 4000 мал ұстап көрді бірінші. 200 бастың өзіне шашылып кетіп жатыр ғой ма, 4000 басты да. Бұл логика кішкене, оның үстіне мына жерде мынандай да цепочка бар да. Тағы да мынау ветеринарный заңдар бар ғой. Сол жерде сен бордақыға жіберу үшін сен кемі 4 ай бағуың керек деген жер бар. Бар ғой? Бар. Демек, сен сол өзің комитетіне ветеринарларын соны 4 ай баққан, бақпағанын қадағалап отыратын сенбей тұрсың да. Мына 4000 бас сол 4 ай бақпады да, бұл алып сатарда жібере салды деп та. Сонда қалай сен? Логика жоқ қой. Бір-біріне противоречит тұр десеңші. 5000 басы бар адам ол 4 ай ұстайды да. 4999 ірі қара ұстап отырған адам ол 4 ай ұстамайды екен да. Солай ма? Түсінбедім мен де. Солай болып тұр ғой. Айту бойынша солай болып тұр. Мен солай пайымдадым. Не может быть, басқаша түсіндіру керек шығар. Бұл сұрақты ол кісі толық ашып беру керек сияқты. Шаруаларға түсіндіріп беру керек сияқты. Құрметті мемлекет қызметкерлері, именно осы ауыл шаруашылығына байланысты жұмыс атқаратын кісілерден сұранатынымыз, осы цитатаны түсіндіріп беріңіздерші. 2000 бас, 500 бас, 1000 бас ұстайтын адам сонда не істеу керек? Ол шаруа емес қой, алып сатар ғой. Енді цитата бойынша сондай болып мен түсіндім. 5000-нан жоғарыға квота бар. Онда мен де алып сатар екен. Мен де алып сатармын. Бұл логика бойынша мен шаруа емес, мен алып сатармын. Сондай болып тұр ғой. Или болмаса альтернатива ретінде, менің ойымда мынандай. Ақыр сен былай айтқан рычаг қой. Мына мынау есікті жауып қойдың, экспорт деген. Сен бір басқа есікті ашып беруің керек қой. Тот же мысалы жаңағы перерабатывающий завод па, не ма. Маған айтса, мақсат сен 500 басың бар еді, 500 бас, көп те керек емес, 500 басың бар еді. Экспортта сенің договорларың бар еді. Біз жаптық экспортты. Сен қапа болып жатсың. Давай мен саған мынау есікті ашып берейін. Жаңағы переработка істейтін, колбаса істейтін, үйтетін, қаншадан беріп жатқандар мына жақта? Экспортқа. Содан сәл деп. Мен негізінде мынандай ұсыныс тастар едім. Банктерге бәлки. Бұл енді бірақ бұл мемлекеттік бағдарлама болу керек та. Сен біз тұтынушы кредиттерді беріп ұстағанбыз ғой. Одан да мемлекет осындай переработка алаңдарын салып берсін да. Соны арзан несие берсін, немесе бір 10 жылға жалға берсін да. Мен жалға беруге, яғни жақсы ипотекаң бола берсін. Бірақ сен мына жерден туындап тұр да менде енді ой. Енді біз экспортқа шығарайық, дайын өнімді шығарайық. Онда дайын өнімді сен жасап бер да, соны шаруаларға жалға бер 10 жылға. Немесе сен соған бір инвестор болды, 10 жыл бойы бір болады РГП-лар ашуға да. Минсельхоз тікелей жасай алмайды оны. Жаңағы СПК-лар ашып, сол бар ғой СПК-лар. Солар сенімен бірге инвестор болсын да. 10 жыл бойы өзінің табысын алсын да, ақырында сізге тастап кетсін да. Бірақ 10 жыл бойы сіз жұмыс жасайсыз. Сонда сіз мемлекетке партнер болып қаласыз да. Әрі мемлекет бұл жерден табыс та табады да. Сен мына жақтан алып салықтан қыса бергенше, одан да сен сыртқа экспорт шығарып жатқан өнімнен партнер бол деп ойлаймын да. Көрдіңіз ба? Ипотекалық 27-30% пайыздарменен кредит бере бергенше, одан да мен саған кредит бермек қояйын, мен саған партнер болайын. Мен байқап тұрмын, сен жұмыс жасай аласың. Кел, мынандай ашайық мына жерге бірге. Сен мына жерде малды өткіз,
мен сенен сол малыңды сатып аламын да, сатып алып отырайын. Экспортты алаңдамақ қой. Мен саған сол экспортқа кететіндей бағаны мен ақ берейін сен. Маған бер. Өткіз. Немесе бірге ашайық мынаны. Сен осы жердегі мынау өзің малыңды ал, басқадан ал. Сөйтті мынаны жүргіз. Сөйтті экспортқа шығар. Оны кім айту керек? Бұны мемлекет айту керек та. Бизнес болып қойды ғой Бизнес идея. ол жерде оларды бизнес қылып жүреді ме? Бизнес болсын да бұл. Мәселе сондай болып қойды ғой. Мен өкімет басында отырса, мен тек бизнес көзқараспен қараймын да өкіметке ше. Ол әрі бизнес сияқты болу керек та ол бір жағынан. Енді бірақ ол тікелей меншілқоздар олар жасай алмайды, өйткені оның ол қаржы табу деген ода несінде жоқ уставында. Бірақ сен сондай жаңағы юридический формаларды ашуға болады ғой. Кім оған шектеу бар? Акционерный общество қойып атсын, бар ғой ондайлар. Мемлекеттің қатысуымен бар ғой. Қазмұнайгаз деген сияқтылар. Бар ғой ондай формалар. Бірақ оларға андай KPI қою керек қой, табыспен шыға алмайтын болсаң, кешір мені дейтінші. А то бізде аша береміз, көп қой нәрсе мемлекет тарапынан ашылып жатқан, бірақ өмір бақи минуста отырады. А бизнесмен өйтіп өмір бақи минуста отырмайды. Ол мемлекет басқармайды оны. Оны мемлекет басқарса басқарамайды ол. Бітіреді. Жеу керек, басқа қылу керек. Жоқ, ол мемлекет басқармайды. Оны бизнесменге беру керек та. Арендаға беру керек. Мен семен инвестормын. Менің инвестиция құным осын бердім. Сен маған осынша жылдан кейін, мен осы жерде 10 жыл бойы семен бірге серіктес болып отырам. Ақша түскен сайын, мен осы 50% мен алып отырам табысын. Жай ғана бөлініп отырады. Болды, 50% анан шотына кетеді, 50% сіздің шотыңызға кетеді. Бұл оп-оңай математика, қиын емес. Мен болсам, мен солай жасайтынмын да. Қазір мемлекет тарапынан айтылып жатқан әңгіме бар ғой, өткендегі 5% кредит береміз, және де еще залог қоясың. Сенің залогың жетпейтін болса, 85%-ге шейін даму не болады деп, гарант болады деген. Негізі бағдарлама өте керемет. Мен барлығын не қып қыттым. Теорияда. Проблемасы бірақ көп ана. Теорияда әдемі. Теорияда өте әдемі. Енді ренжімессің, бірақ теорияда да. Өйткені жаңағыдай нақты кепіл болу керек та оларға. Кепіл, ертең сіз жұмыс істемей қалатын болсаңыз, басқа қылсаңыз, не істеу керек? Сіздің активтеріңізді сату арқылы өзін тәуекелін азайтып тастайды да. Тәуекелге кіргісі келмейді да мемлекет. Бұл тараптан жаңағы арзан кредит демекші, АКК бар ғой, аграрная кредитная корпорация. Ол жерде конкретно не бар да? Практикам бар. 3 ай жүріп аламаған. Енді оларға мен айттым ғой, ол 100%-дық плюста болғысы келеді да. Гарантия болу керек та, 100%-дық гарантия. Ол тәуекел ете алмайды да олар. Тәуекелі, ол бизнес көзқарасы жоқ оларда. Мемлекет бизнес көзқарасы жоқ. Дұрыс. Ол ондай мекемелерде алғыр бизнесмендер қою керек қой, болды басшылыққа. Ол жаңағы бизнес қана тәуекел ете алады. Көрдіңіз ба? Сол себепті бұл мемлекет, мен мысал үшін тек қана салықтан қысып, тек қана сол жерден пайда көзін көруді дұрыс деп санамайды. Осындай жаңағы мемлекеттің қатысуыменен компанияларды біріктіріп, кәдімгі частный секторменен ше. Сөйтіп проектілер жасап, сол жердегі табысты бөлісу арқылы да бюджетті толтыруға болады. Толығымен келісем. Мен осыған. Толығымен келісем, иә. Бұл бизнес көзқарас. Дұрыс, партнерское соглашение. Маке, енді мынау блиц сұрақ деген болады ғой. Бір сөзбен сұраққа, бір-екі ауыз сөзбен жауап. Көрейікші бір-екшеуін. Көрейік. Шаруаға бірінші қате.
шаруаның бірінші қатесі есепсіз масштабқа кіру. Иә, шаруаға бірінші кеңес. Сатуды ферма соғуға дейін ойла. Кімге сатам? Шаруаның ойындағы мифа. Аз уақытта пайдада болады. Ол, по-моему, бәрінде бар, деймін. Аз уақытта бизнес пайда табам деген. Дұрыс. Әке, тірлігіңізге Құдай қуат берсін. Мына 2 күн бойы Шымқалада болдыңыз. 2 күн бойы осы көңіл бөлгеніңізге қаншама әңгіме айтып бастадық. Азанғы 7-ге шейін сұхбат құрдық. Еш жоқ демедіңіз ғой. Енді көрдіңіз ба, сіз сияқты адамдармен сұхбаттасқаннан кейін, былай айтқанда теориясы мен практикасы бірге жүрген адаммен сұхбаттасқан, азанғы 7-ге шейін не деген өсек, не деген сұрақ десеңші. Ой, өсек демеңіз. Оның бәрі осындай нәрселер мотивация береді ғой. Алдында да айттым ғой сізге. Бірінші көргеннен кейін 2-3 көргеннің өзгешелігі көп болды. Мына білетін адам екен ғой, сол тірлікте жүретін адам екен ғой. Возможность болса осы кісімен сұхбаттасып, мен опытым алған, маған негізі былай айтқанда мақсатым бір еді. Цель дейді ғой, цель. Мәди Есқарамен сұхбаттасу керек деген. Мен Құдай нәсіп етті, сізбен кездестік, таныстық, сіз біздесіп қалдық. Жұмысыңыз алға баса берсін. Осы сіздің Астана қаласында да, мына біздің оңтүстік Қазақстанда да жаңа көріп жатырық, бизнестеріңіз бар. Жаңадан тағы бизнестер ашайын деп жатсыз. Құдай қаласа оны парақшаңызда бөлісіп, бәрімізді қуанта беріңіз. Жастарға мотивация беріп жатсыз. Енді қорытындылай келе көптен көп рахмет сізге. Осындай обзорларды істейміз. Осы салаға келіп жатқан адамдарға бір практика жүзінде істеп жатқан адамның әңгімесін естісін деп парақшамда қойып жатырмын. Сіздің парақшаңыздағы адамдар сізді қолдай берсін. Біздің парақшадағы адамдар сізге де, бізге де көңілін бұрып тұрсын. Әр қазағым бай болсын. Сіз айтпақшы, біз бәріміз біргеміз. Рахмет мәге. Рахмет. Бір ауыз сөзіңіз тастамай, кел, мен семен отырамын деген. Сізге де рахмет. Осыншама көп ауқымды сұрақтарды көтеріп, осы көп нәрсе енді модераторға байланысты ғой. Қандай сұрақ қоясын, соған орай жауап болады. Сіз елде болып жатқан мәселелерді жетік түсінеді екенсіз. Соны бір тонкий несіне кіріп тұрсыз да, сезініп тұрсыз. Бұл да сіздің жаңағы осы салаға деген жанашырлық ілтипатыңыз ғой. Сізге де Алла разы болсын. Істеп жатқан істеріңізге береке берсін. Сіз де шаршамаңыз. Осылай әрбір қазақ елім жерім деп отырса, бұл еліміз өсіп, өніп, дамыған мемлекеттерден кем өмір сүрмейтін жағдай келеді. Келе жатыр да. Дұрыс айтасыз. Ол отырып алып, анау жаман, мынау жаман дегеннен ешқандай нәтиже жоқ болмайды. Соны жаман болған көріп тұрсаң, онда сен өзінен баста. Дұрыс айтасыз. Әрбір адам өзінен бастасын. Әркім өзінен бастайтын болса, сол жақсарады. Демек, біз әрқайсымыз қоғамға пайдалы болуды ойлауымыз керек. Сізге де рахмет. Осыншама нәрсені бір өзің үшін істеген жоқсыз біліп тұрмын. Осы бір басқа адамдарға да мотивация болсыншы деп уақыт бөліп сізде сұрақ қойып отырсыз. Алла разы болсын. Біргеміз.